Биылғы тамыз кеңесі өте бір ерекше басталды деп айтсақ болады. Тамаша көңіл күйде, тамаша бір жалпы ұстаздарға деген бір құрметпен басталды деп айтсақ болады. Себебі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі алғаш рет осы тамыз кеңесіне қатысып, өзінің ұстазға деген, жалпы мұғалімге деген құрметін көрсетіп қана қоймай, жалпы педагог мәртебесі заңына өзгерістер енгізу арқылы мынау қазіргі кездегі өскелең ұрпақтың тәрбиесін күшейтуде ата-аналардың рөлін анықтап берді. Бұл дегеніңіз, осыған дейін қандай да бір жағдай мектептен тыс орын алып жатқан кезде баланың құқық бұзушылығы болсын, басқа да бір келеңсіз жағдайларда мұғалім кінәлі болып жататын. Енді президентіміз осы педагог үшін бұл үлкен, ол педагогтік мамандыққа деген бір құрмет ету мақсатында ата-ана өзі жауап беру керек деді. Бұл ең бір үлкен нәрсе. Жалпы осы ең бір маған ұнағаны сол Астана қаласында өткен тамыз кеңесіне болған кезде сол президентіміздің ұстаздық ұлы миссия. Әркім ұстаз бола бермейді. Ұстаз болу деген ұлы миссия деген сөз қатты ұнады. Сонда бұл дегеніңіз жалпы кез келген адам ұстаз бола алмайды. Мұғалімдік ол білім алу мүмкін, кәсібін алу мүмкін, ал бірақ мұғалім болу үшін оның жан дүниесі ең бірінші баланы жақсы көру керек. Балаға деген жүрегінде мейірім болу керек. Оның тұла бойында, өзінің ішкі дүниесінде осы ұстазға деген ағартушылық бір қандай да бір қасиет қалыптасу керек.